Қаламызда тағы да бір денсаулыққа пайдалы орталық ашылды. Ол Мұхаббат Аматаеваның массаж жасау орталығы. Мұнда бас ауырып балтыры сыздарғандарға ем-дом түрлері беріледі. Сондай-ақ қызмет көрсету де ақылы. Келесі бейнежікте толықтырамыз. Массаж жасау көптеген мәселелерді, соның ішінде дені, эмоционалдық тағы да басқа денсаулыққа қатысты мәселелерді шешуге қабілетті, сұранысқа ие ем-шаралардың қатарына жатады. Қаламыздағы тұрмыстық қызмет көрсету үйіндегі массаж жасаушы маман, халық емшісі Аматаева Мұхаббат апай телеарнаның түсіру тобы барғанда Нысанбай ағаға ем-дом жасау үстінде екен. Қазіргі бетімен не болса, еттік сіңір тартылуымен ұю ғана қалды. Бұрын қақсайтын. Аяғыңыз қақсап. Сүйектің бәрі қақсайды. Сөйтіп, жылжытамай, көтеремей қолымды сөйтіп қалам. Қазір қалай қолдарыңыз? Жартылай көтерем қолымды. Аяғым жүргенде неғып кетеді, бірақ онда да не бар, шамалы ұю бар. Сіңір тартылу. Осы екеуі қалды. Массаж дегеннің өзі адам денесіне мөлшермен берілетін механикалық тітіркендіру. Массаж ем жасалынған жердің ыстығы көтереді. Сонымен массаждан жүйке импульстары ағындап ми қыртысына келеді. Осыған орай емдік массажды тек тәжірибелі маман жасау керек деген ұғым туады. Массаждан кейін адамның денесі серігіп, рахаттанып, көңіл күйі көтеріліп, жылынып, аурудың басылғаны сезіледі. Кейбір кезде бойда ширақтық аңғарылса, басқа жағдайда керісінше ұйқы басып кетеді. Массаж дұрыс орындалмағанда, массаждың өзіне тән талаптары бұзылғанда немесе аурудың асқынып, массаж болмайтын кезінде организм массажды көтере алмайды. Сондықтан массажды аурудың ерекшелігіне лайықтап жасау керек дейді Мұхаббат апай. Зейнеткерлікке шықса да қарап отырмай өзінің массаж жасаудағы тәжірибесін, білімін адамдардың денінің саулығына жұмсаған Мұхаббат апай 90 жылы Ресейде халық емшісі куәлігін алыпты. Массаж жасау курстарының бірнеше сертификатының да иегері. Ал енді мен ең керекті бір нәрсені айтайын, есімде барында. Мысалы, почкасы да құмы бар, тұзы бар, простатиті бар, жүйесінде тұзы бар, ауру бар адамдардың, оның қандай емделіп атқанда, оның зәрі көрсетеді. Зәр жолымен шығып кетеді. Мен массаж жасаған адамдарға айтам, сіздер зәрлеріңізді баклажкаға, банкаға жіберіңіздер. Соны астына үйінді болып келеді, қалғынды болып келеді. Сонда сіз қандай емделіп атқаныңызды көресіз. Көбінесе адамдардың жағдайына қараймын. Мен біреулер сияқты пәлен ақша бер, түлен ақша бер деп тұрмаймын. Адамдардың жағдайына қараймын. Біреулер жағдайына түсіндірсе, жағдайына түсінемін. Алланың алдында да сауапты жұмыс істеу керек. Адамға қайырымдылық қолына чозу керек. Оны ана жерде тойхана, бильярдхана, майхана салғандан көре, қолдан келгенше адамға көмек көрсету керек. Мен енді жасым 60-тағы зейнет жасындағы әйелмін ғой, апамын. Бірақ бұл дүниеде адам сауап жұмыс қылуға да асығу керек. Мысалы, білем, пәлен деу емес, адамдың көңілі күйіне, жағдайына қарап, қолдан келсе, бар амалын жасап, жақсылық қылу керек. Әсіресе арақ ішетін маскүнемдер, темекі тартадындар, олар да келіп жатыр. Соның өзіні жолдан қайтарудың өзі Алланың алдында үлкен сауапты жұмыс. Массаж емдеу әдістерінің ішінде өзінше оқшау тұрған ерекше түрі, оны тек дәрігер тағайындайды. Ал орындағанда білгір маман ғана жасауы тиіс. Осы тұста айта кететініміз, Мұхаббат апайдың тағы бір жәрдемі жарымжан жандар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қалтасынан қағылмауына сеп болады. Тегін емдеп дертіне дауа береді. Олжас Телесұлы, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан.